кілтпен ашып жатқан кезде прикинь бірдеңе тепкен ғой короче ананша и 2-3 метрге ұшып кетеді анау артқа қарай ше сөйтсе андай күліп жатқан дауыстар шыққан ғой жылап жатқан күліп жатқан колонкадан шығып тұр и бір дауыстар шығып жатқан короче адамдар жүрген дауыстар шыққан ғой тоже бір өзі отқан ол кезде аяқ киімдерді белгісіз нәрсе шашып тастаған короче и уже прикинь құлағыма естілмейді дейді аятыл көрсе терезе бар да тоже бөлінген сол жақтан біреу қарап тұрған сияқты болған короче шашы жалбырап тұрған бір кемпір қарап тұрған көзі бақырайып прикинь қап-қара силуэт короче бүйтіп фонарик жаққан кезде бүйтіп өтеді ғой короче андай топ адамдар тұр дейді да и ауыздарына короче от құйып жатыр дейді ғой түсе қалады ғой сөйтіп түсе ана асылып қалған ғой адам ше тұрып күткен қараған ема бүйтіп айналып тұр ғой бүйтіп ше нелерше денелерше үшеуі бүйтіп айналып тұр короче мойындары где то бір 50 сантиметр созылған бір 30 сантиметр созылған екен да бауырым деді да так талып қалды тілін жұтып қойды на месте өздері шыққан ғой добровольно короче суицидтің короче андай түрлерін табады инені тамырға тығатын ше түнгі сағат 2 жолмен кетіп баратса жолдың шетінде бір машина тоқтап тұр екен да бірақ бірдеңе көріп жатсаңыз тоқтамаңыз деген ғой реально алдынан мына жағы грунтовый мына жағы новый жол шыққан ғой фарасы өшеді и полный камаз өшіп қалады ғой кемпірдің дауысы Нұржан деп короче шақырады ғой Нұржан дейді дауыс алыстайды прикол в том что басын қай жаққа бұрады сол жақтан шығады ғой звук бардым есігін тоқылдаттым резко ашты ғой дейді ғой кемпір кісі бір кезде толықтай бүйтіп жаурағаннан суықтан оянып бүйтіп көзімді ашсам айдалада орманның ортасында Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бүгін Еркін Сөйле подкаст каналы көптен күткен выпускты міне шығарып жатырмыз. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Ержан бауырымыз. Ассалаумағалейкум құрметті. Қош келдің брат. Рахмет. Сонау Астанадан келдім подкаст үшін арнайы. Рахмет. Жақсы подкаст болады деп ойлаймын бүгін. Кәдімгі эмоцияға толы. Ал бисмилля деп бастайық. Ал енді әлбетте білесіздер, біз бірінші историяны құрметті қонағымызға береміз. Бірінші сөзді қонаққа береміз. Сондықтан Ержан бауырымыз бастасын тыңдайық. Өзім бастайын онда. Жалпы мен бір күн алдын келдім осы Алматыға. Өзім Астанаға көшіп кеткен болдым. Квартира ешқандай жоқ. Сонымен дос баламның үйіне барам. Ол дос баламның үйі ескі үй ғой, короче, времянка да. Сонымен қонуға барам. Үйінде бір 3-4 адам жүр. Танымаймын оларды. Сонымен жолдан шаршап келдім мен. Ұйықтайын деп жатқанмын, в общем. Ескі кроватта жатырмын, в общем. Сонымен енді ұйықтап бара жатқан кезде, прикинь, енді бәрі ұйықтап жатыр ғой, таңғы 3:30-да келгенмін. Сонымен аяғымнан біреу ұстап жатқан сияқты болды, короче. Ұйықтап жатқан кезде. И аяғым қышып жатыр да. Сонымен сразу аяғым тартып қалған дейді. Бүйтіп қараймын, ешкім жоқ. Біреу ойнап жатқан жерде ойладым. Сонымен нормально дедім, қайтадан жаттым, короче. И одан кейін қайтадан басталды сол нәрсе. Тоже аяғым ұстап жатқан сияқты, кәдімгі сезіледі қол сияқты жаңағыдай. Сонымен шошып тұрып кетемін да, в общем, аятыл курсиді оқимын ана жерде, тағы да бір-екі сүрелерді оқимын. Сонымен нормально жаттым ана жерде. Нормально жатқан кезде жаман түстер көрдім. Бірақ одан кейін ол үйге бармайтын болдым. Осындай история болды. Сонда кәдімгі ұйықтап жатқанда аяғынан бірдеңе ұстайды. Иә. Ұйқыңнан оянасың, жоқ болып кетеді. Жоқ болып кетеді. Көрінбейді вообще. 3 рет па, қанша рет ұстады? 2 рет ұстады. 2 рет ұстады. Бірісіне мән бермедім. Біріншісіне мән бермедім, жаңағы дос балалар ойнап жатқан жерде ойлағанмын. Сөйтсем, екіншісінде уже сездім жаңағыдай не екенін ше. Бұл история қысқалау болып қалды деп ойлаймын. Енді бір студияда болған жағдайды айтып берейін сендерге. Жағдайды емес, жағдайларда. Ол жақта ондай тылсым дүниелер көп болатын. Бізде студия бар. Мен өзім негізі ән жазам арасында хобби ретінде өлең шығарамын деген сияқты. Бізде студия бар. Ол студияға бүкіл кәдімгі атақты әншілер келеді кәдімгі. Ол андай үлкен зданияда орналасқан. Ол здание бұрын онкологический центр болған. Яғни жаңағы рак деген ауруларды емдейтін жері болған. И оның подвалында студия бар. Үсті полный заброшка сияқты да. Бірақ заброшка емес, бос тұрған үйлер, нелер, комнаталар көп.
сонымен сол жерде бір охрана кісі бар тұғын. Сол түнде обход жасап жүрген, тексеріп бар ғой жаңағы нелер, комнаталарды, бөлмелерді. Сонымен жаңағы бастықтың несі бар, отыратын бөлмесі бар өзінің. Сол зданияның хозяйны. Сол жерге барған тексере салайын деп. Есікті кілтпен ашып атқан кезде бірдеңе тепкен ғой короче ананша. Анау в общем ұшып кеткен артқа қарай. Есіктің ар жағынан ба? Есіктің бер жағында тұрған ол. Ашылған кезде ма? Есіктің ар жағынан біреу тепкен ашқан кезде. И 2-3 метрге ұшып кетеді анау артқа қарай ша. Сонымен андай қап-қара силуэт, короче, кішкентай андай домалақ па бірдеңе. Аура ғой, короче, қап-қара тұман сияқты бірдеңе. Иә, сондай. Бүйтіп өткен ғой, короче. Ол видеоға түсіп қалған ше, видео наблюдение. Бізде жаңа видео наблюдение көрсетіп отыр ғой бізге ше. Ол видеоны әкеліп көрсетейін дедім, бірақ таппадым. Жоқ жерген в общем. Жалпы бұл ғана ситуация емес, тағы да бір ситуация болған. Өзіміздің досымыз бар сол жерде, аранжировка жасайтын, сводка жасайтын. Жаңа подвалдағы студияда отырады ғой. Аранжировка істеп отқан. Мынандай кабинканың ішінде микрофон бар. Өлең жазатын әншілер келіп. Сол жақтан бір дауыс естілген ғой. Жай естілген басында. Сонымен анау сразу аранжировканың бәрін өшіргенде микрофон дауысын қатты қойған ғой. И колонканың дауысын да шығарған. Сөйтсе андай күліп атқан дауыстар шыққан ғой. Жылап атқан, күліп атқан. Колонкадан шығып тұр. Баланың ба? Или қыздардың ба? Или әртүрлі дауыс? Әртүрлі дауыстар ана жерде. Андай прям шиқылдап күледі бар ғой. Иә. Шиқылдап күледі ондай. Мазақтап күлген сияқты болып тұр ғой примерно. Мысқылдап андай. Сондай дауыс шыққан ғой. Сонымен анау сразу атып шыққанда шығып кеткен. Одан кейін студияға бір өзі бармайтын болған ғой. Еще ар жағында тағы бір не бар? Бір бала отыратын жер бар. Тоже дос баламыз ғой. Оның да басынан сондай ситуациялар өткен. Дәл сондай емес, басқаша. И андай аяқ киім шешетін жер бар да бізде. И бір дауыстар шығып жатқан көрші, адамдар жүрген дауыстар шыққан ғой. Тоже бір өзі отқан ол кезде. И барып көрген ғой, кім жүреді деп ше. Барып қараса көрші, аяқ киімдер шашылып отыр дейді ана жерде. Аяқ киімдерді белгісіз нәрсе шашып салған. Шашып салған көрші. Шашылып быт-шыт болып отыр ана жерде. Сонымен сразу қорқып кеткен, не көрші, ютубтан аятул курсиді қосқан. Сонымен лестницамен шығып жатқан ғой. И ана аятул курси көрші өзіме өзі өшіп қалған ғой. Пауза қойып қалған. И қайттан қоям дейді анау. И уже прикинь, құлағыма естілмейді дейді аятул курси. Типа аятул курси дауыс шығып тұр телефон, бірақ ол естілмейді. Ол өзім естімеймін. Сонымен атып шығып кеткен. И сосын ана кімнің Эйзидің басынан өткен бір студия, не бар? Студияда өттім ғой. Ситуация, оқиға бар. Easy, 91-да. Сол студияда ма? Сол студияда болған. Ол сол студияда жатып жүрген, короче. 91 құрамасындағы. Иә, бұрынғы 91. Одандай болған. Студияның қасында кухня бар. Кухняда отқан, телефон шықлап. Тоже, короче, бір дауыстарды естіген ар жақта. Жүріп атқан дауыстарды. Барып ашып қарайды есік, ешкім жоқ. Сонымен қайттан телефон шықлап отқан. И біреуіне, андай терезе бар да тоже, бөлінген. Сол жақтан біреу қарап тұрған сияқты болған, короче. И жалт қараған анау. И андай шашы жалбырап тұрған бір кемпір қарап тұрған, көзі бақырайып берген. Анау атып шыққан ғой сразу ана жерден бар ғой. Вот осындай ситуациялар болған. Негізі көбісін есіме түсіре алмайтын бар ғой. Ол жерде енді адам көп қайтыс болғаннан кейін көп болады деп ойлаймын ондай нәрселер. Мысалы содан кейін жаңағы дос бала ауыстырып жүрді өзінің студиясын. Басқа жаққа ауысып кетті. Қазір ол студия әлі істеп тұр ғой, ол студия. Студия істеп тұр, бірақ басқа адам. Басқа адам отыр. Жаңа охранникті айтайын ба айтпақшы. Ол охранник жұмыстан шығып кетіп, еще емделген ғой бір жақтан, шетелден бір дем салатын кісіні шақыртып, оқытылып, қатты қорқып қалған ғой андай ситуациядан кейін. Содан кейін жұмыстан шығып кеткен. Емделген шыққаннан кейін. Емделген, дем салдырады, оқытылып. Ана студияға келген, жаңадан келген балдар уже көріп жатқан шығар, сондай нәрселер уже. Келе-келе болады деп ойлаймын. Мен өзімде де болды ондай ситуация. Есіме түсіп отыр жайым. Бізде подвалдың үстіндегі этажда туалет бар, уборный. Астында подвалдар жоқ. Сол енді басталып жатқан кездер ғой, балалармен барамыз үшін. Жаңа ситуациялар басталып жатқан кезде. Сонымен уборныйға барам, кірем, енді қорқасың ба, жаңағыдай нәрселер естігеннен кейін. Фонарик жағып алам, қараңғы ана жер еще.
сонымен шығып келе жатсам бағана бірдеңе андай тыпырлап өтіп бара жатқан сияқты звук естіледі короче андай ше фук қараймын короче ештеңе жоқ астағфирулла астағфирулла деймін фонарим жағып кетіп бара жатырмын короче и бүйтіп қарап қалсам да андай қап қара силуэт короче бүйтіп фонарик жаққан кезде бүйтіп өтеді ғой короче алдыңнан тура жоқ жанымнан жаныңнан бүйтіп қарадым да фонарик жағамын ғой иә ештеңе жоқ па деген сияқты сол кезде бүйтіп өтеді ғой короче сразу подвалға қарай бардым жүгіріп сондай ситуация болған потолок негізі студияны жаңа бала ауыстырып жіберген дұрыс болыпты бір жағынан да охранниктен жұмыстан шығып кеткенде дұрыс болыпты негізі сосын мен түсімде бірдеңе көрдім ойша түсіңде көрдім аян деген нәрсе бар екен типа аян береді деп ше ондай нәрсе емес сондай сияқты деп ойлаймын мен өзіне айттым ғой сол балаға в общем түсімде жаңағы азғындар кіреді ғой в общем шәріптер ше в общем ана балаға айт короче ол студиядан кетсін болмаса біз оны толықтай біз оған кіріп алып не аламыз короче жындығы жібереміз деген сияқты түбіне жетеміз деп түбіне жетеміз деп айтты иә түбіне жетеміз деп айтады прикинь и мен сол кезде шошып ояндым кәдімгі сразу аятыл көрсетіп оқып ертесіне айттым бірақ ол балаға мен осындай түс көрдім ол жерден кеткен дұрыс деп ойлаймын дедім соған таңқалдым именно менің түсіме кіріп тұрғанына да сондай ситуация дос болып тұрғаннан кейін ескерт деп тұрған шығар саған может барып ескерт айт бүйт айттың ба айттым иә осындай болды брат деп ол получается сол сен айтқаннан кейін кетті ғой сол жерден мен айтқаннан кейін шамалы уақыттан кейін кетті өзі де кетемін деп жүрген негізі жалпы ондай таза емес жерлерде жүреді ғой негізі ондай атын айтпай ақ қояйын шәріптер ондай таза емес жерлерде жүреді мұсылмандары мен естуім бойынша жаңағы ұстаздардан олар тауда өмір сүреді деп естігенмін адамдарға зиян тимеу үшін мұсылман шәріптілер иә олар тауда өмір сүреді адамдарға зиянымыз тимесін дейді кәпір шәріптілер олар жүре береді олар аз қырып десе артында тұра берсе енді Ағабек бауырымыз қандай история бізде енді Ағабек бауырымыз білесіздер ғой интриганы жақсы істейді жаңағыдай енді жутковатый историялар бұда скорый помощьтың историялары бастарынан скорыйда істегенсің бе істегенмін қазір істемеймін реанимация дегендерді көрмеген шығарсың көрдім өлейін деп жатқан адамдарды ол мына жан тапсырған адамды көргенмін мен жан тапсырып қайтадан өліп қайтадан тірілген адамдарды көргенбіз мен клинический смерть дегенге сенесіңдер ма сенемін брат сенеміз клинический смерть болған менде болған ба сен өзіңде болған ба жоқ мен өзімде емес енді мен пациентімде болған аха мен бір уақытша өлім деген ғой ау уақытша өлім деген ғой иә уақытша өлім айта салсам бола ма айта бер брат смело мен бір жақын бір атам бар тараздікі в общем оның көршісі бар екен арақты өте көп ішеді екен алкаш ғой в общем сонымен бір күні жаңағыдай жүрегі ұстап клинический смертьке түсіп қалған ғой жүрек тоқтап қалған үйіндегілер айбай болып кеткен кәдімгі скорый шақырып ше қайтыс болып кетті деп ойлаған ғой сонымен скорый келген кезде в общем анау короче тіріліп кеткен ғой қайтадан оянып кеткен сол ситуацияның арасында в общем біраз нәрсе көріп тастаған ғой арғы дүниеге барып келген и орнынан тұра салып мешітке барамын деген ғой мешітке алып барыңдаршы болады барады ондай адамдар мешітке алып барыңдаршы мені деп жылаған ғой прикинь жаңағы ішіп алқаш иә жаңағы кісі мешітке алып барыңдаршы мені деп жылаған ғой ода андай ситуация болған екен в общем белгісіз бірдеңелер алып кеткен оны арғы дүниеге сонымен бір адамдарды көрген андай топ адамдар тұр дейді да и ауыздарына короче от құйып жатыр дейді ғой ауыздарына тоқтамай от құйылып жатыр и аналар шыңғырып азапталып жатыр дейді ананы сезген ол еще білген ғой ана адамдар өмірде жаңағыдай арақты көп ішкенін түсінген да примерно айтып беріп жатыр ғой да сонымен жаңағыдай нелерді көрген сондай азапталып қиналып жатқандарда в общем ұмытып тұрмын мен ше негізі біраз нәрсе өткерген да басынан бірақ ол жаңағыдай азақ уақытта болған нәрсе арғы дүниеде короче көп болып көрінген ғой короче бір 4-5 күндей жүрген сияқты болған иә сондай болып сезілген болған ғой
Соны сразу оянғанда мешітке апарыңдаршы мен деп жылаған. И ана кісі 5 уақыт намаз бастап кеткен сразу. Кәдімгідей ескерту ғой мынау деген. Прямой ескерту ғой. Қара деген әңгіме ғой мынау. Міне сол осылай примерно қоймасаң осылай жетектеп апарған ғой. осылай азапталасың деген ғой примерно қоймасаң деп ше. Алланың мейірімі түсіп тұр ғой ол кісіге де. Алла қалап тұр да соны иманға келгенін соны көрсетіп ескертіп тұр. Туысқан дені бар? Жоқ, жақын ағамның көршісі Таразда. Мәссаған. Клинический смерть болады кейде. Адамдар өзгеріп кетеді, кейде өзгермейді деген. Просто ол кезде уже есінен танып атады кейде. Мен өйтіп сразу тұрып кеткен адам көрмеппін. Просто кәдімгідей ауырып жатады. Осы ше Гоголь деген писатель бар еді ғой білесің бе? Соның кім еді негізі полный есімі аты жөні кім еді? Бір бәле Гоголь. В общем Гоголь білесіздер ғой, соны бар ғой тірідей көміп тастаған ғой білесіңдер ма? Неге? Короче, ода андай болған екен. Клинический смерть сияқты өліп қалады, ұйықтап атып. Ол короче жақындарына ескерткен да, мен ұйықтап атып өліп қаламын деген да, короче, өліп қалатын бар. Маған тиіспеңдер, маған тиіспеңдер, мен көміп тастап жүрмеңдер деген ғой. И оның жақындары кетіп қалғанда, мен енді Википедиядан оқығаным бойынша, оның короче жақын емес адамдары, көмекшілері өліп қалған деп ойлаған ғой. Үскенде апарып сол күні жерлеп тастаған. И гробын ашады ғой. Осы даже фотосы бар Google'да Гоголь гроб десеңдер шығады. Гробын ашқан ғой. Короче қақпағанның бәрін тырнап тастаған. Полный. И аузы короче былай ашылып айқайлап өліп қалған ғой, скелет болып. Ондай адамдарды естігенмін. Тірідей көмілетін адамдар көп қой. Клинический смерттен жаңағы деген ұзақ уақыт жатуы да мүмкін ғой. Содан өліп қалды да апарып тастайды, сонда азапталып қиналып өлгендерді естігенмін. Жаңағы шок жасаса еді. Бізде әріптесімнің бір басынан өткен бір историясы бар алдында айтып берген маған. Короче, оған вызов түседі. Қыз баласы ғой ол. Вызов түседі жаңа қызға. Бару керек болды. Ұшып барады вызовқа. Сонымен сай бар ғой. Бір сайға түсіп атады да, андай қылып кәдімгідей түсіп баратады. Сол кезде түсіп баратқан кезде алдынан бар ғой андай. Сонда оның үйі сайда орналасқан. Сайда орналасқан екен жаңа бір баланың үйі ше. Сонымен ағаш шақырған ғой, короче. Ағаш шақырған, сөйтіп түсіп бара жатқан кезде білесің бе, бүйтіп алдыңа бүйтіп түсе қалады ғой. Сөйтіп түсе ана асылып қалған ғой адам же. 3 адам асылып қалған ғой. Бүйтіп 3 адам асылып қалған ғой. Тауға ма? Жоқ. Неге? Терекке. Жоқ, терекке емес, брат, андай бар ғой. Турба бар ғой. Турба жүргізеді. Газ турбасы бар ғой. Соған асылып қалған ғой. Сары турба. Сары турбаға. Ана бүйтіп қараған кезде шошып кетесің же. Қараңға шошып кетесің, ана бүйтіп шошып кеткенде короче. Кәдімгі бүйтіп басын көтерсе алдыңа шыға қалады бірдеңе ше. Сөйтіп шыға қалған ғой. И сонымен тұрып, аналар тұрып күткен қараған ема бүйтіп айналып тұр ғой бүйтіп же. Нелерше үшеуі бүйтіп айналып тұр короче. Үшеуі де бала ма сонда? Үшеуі де бала, жас бала. 2000 жылғы балалар екен. Ол неден асылды? Қазір айтып беремін, соған келе жатырмын. Бүйтіп есек келе жатқан айналып тұрған ғой. Самал жел болады, кішкене жел соғып тұрады, сол желге бүйтіп айналып тұрды. Мойындары где-то бір 50 сантиметр созылған, бір 30 сантиметр созылған екен да. Сонымен ана жақтан бір дауыс келе жатыр дейді. Андай бауырым деп жаймен келе жатыр да. И қыздың дауысы да. И қатты шыққан ғой, бауырым деп. Сол кезде ана өлгенін естіген ғой, кімші? Тәтесі жүгіріп келе жатқан қазір. Соның бауырының өлгенін естіген кезде соның дауысы болып тұр ғой. Иә, сонымен келіп жүгіріп келе жатқан кезде жаңағы алдына шыға қалды тоже. Бүйтіп қарап қалған кезде тәте бауырым деді. Такие талып қалды, тілін жұтып қойды на месте. Тілін жұтып қойды? Жұтып қойды. Шоктан. Иә, бүйтіп қалды да. Сонымен ол кісіге жаңағы қыз бар ғой, әріптесім, сол жүгіріп барады да, көмектесіп көрсетіп, кәдімгідей есін жидыртып, не істеп жібереді. Ал енді неден қайтыс болды десе, оны астында тұрған не лестница жоқ, не ештеңе жоқ да, ол кәдімгі 3-4 метрлік ұзын турба ғой. Өздері шыққан ғой, добровольно, короче. И сонымен, короче, мынандай дейді, бауырым дейді да, бұл басқа қалада тұратын жігіттер екен, бірақ үшеуі дос екен да. Бүйтіп үшеуі бір темаға кірген екен да, короче. Ауыр бір темаға кіріп кеткен екен. Қалай айтсам болады, косякқа кіріп кеткен ғой. Қарызға кіріп кеткен. Үшеуінің басы бірден кеткен. Сонымен тұрып, бұларды жан-жақтан қысқан ғой, жаңағы бандиттер ма, қарыз болған адамдар қысқан. Олар уже татау болды, брат. Кетейік, қаладан қашып кетейік десе де, қашып бартқан жерінен аэропорттан ұстап алған екен оларды. Кімнен қашып бардысыңдар деген ғой. Соның бәрін ана ақпаратқа жазып кеткен ғой, бір жігітше. Ақпаратқа жазып кеткен, и аты жөнінде үйдің номерінде жазып кеткен ғой. Кім себепші болған сол сөйтіп жазған ғой. Сосын бір жігіт қуып кетті дейді.
андай вообще базадан қатты удар алды да уже қуып кетті дейді ана уже типа көрсетеді дейді да мына суицидті қарашы брат мына күшті андай байқамай қалатын өлім секілді деп келеді дейді да жаңағы дос баласына ше үшеуі енді дос айтады осылай дейді да сонымен тұрады да бір күні бірге өлейік та деп келіседі ғой короче келіскен ғой анамен ше жазып қойған кәдімгідей жазып жатыр полный келіскеніне дейін жазған ғой соны жазып жатыр да соны 2 парақ жазып кеткен ғой чистый түсінсің ба соны жаңағы дос бала қыз оқыған ғой соны айтып жатыр да брат мынаны қарашы мынандай өлім бар екен асыл өзі оказывается былай өледі екен ғой мынандай сантиметрде байлау керек деп тұрып зерттеген екен ана бір баласы қуып кеткен ғой аналар қумаш не істеп жүрсің не айтып жатсың деп өлмейміз бірге шығамыз деген ғой сонымен тұрады да екінші баланы көндіреді анау ше брат біз шыға алмаймыз давай өле салайық деген ғой шешім сол да ойлаған ғой сонымен тұрды да анау келіскен ғой мен қиналып кеттім болмайды өлсек өлейік деген қысып жатыр үшінші бала қоймайды дейді да ана екеуіне қарсы шығып ше жоқ жігіттер шығамыз ғой деп ше айтқан ғой анау деген тұрды да брат деген ғой вот мен шаршадым деген мен шыға алмаймын шықсаң өзің шық біз екеуміз кеттік деген ғой сонымен тұрады да суицидтің короче андай түрлерін табады инені тамырға тығатын ше ол белгіленбейді просто ана ине тығады и ана жүрген кезде кетіп қала ма типа жүрекке барып түк кеткізеді ғой соны айтады да осыны көреміз бе деп поворот етіп көреді дейді да ол болмай қалады и сонымен тұрады да ана үшінші бала сынып қалады екен да сонымен тұрады жігіттер дейді ғой онда бүйтіп келісейік деген ғой жазған осындай мен барып екеуіңді бүйтіп дайындап қоямын деп жазған ғой короче не істеп қоямын дайындаймын деген ғой екеуіңше екеуің өзім кетемін деген ғой короче прикинь сонда екеуін астырған кезде ананы қарап тұрғанда өзі соңында кешіріңдер бауырларым мен сендермен біргемін деген кезде жазғанда қолын қойған короче кетіп қалған ғой ол асылмаған ба сонда асылып қалған ғой ол да екеуін көріп үшіншісі асылып қалған жылап тұрып асылған дейді жас балалар ма 2000 балалар ғой қарызға кіріп кеткен ғой бөлшесінен ше енді темшіктерден байқаңдар сол опасный болған сол енді асылып қалған ғой сонымен бәрі жылап жатыр соны келіп түсіреді бажырық ана ақылды балалар болған дейді медицина саласында оқып жүрген балалар екен уже қызылға бітіріп как можно бәрі келіп жүрген ағасынан сұрап отырмыз ғой не болды десе білмеймін соңғы 6 айда бұлар кішкене қатты өзгерді дейді да қатты өзгеріп қуа бастады көмек керек пе бауырым деп айтқан ғой анау айтқан жоқ бәрін өзім шешемін деп жүрген ғой 2000 жылғы балалар өзі кәдімгі қазір 24-те ғой иә жалпы ондай кезде негізі қатты азғырады ғой шарттар сондай екен несесін тастасашы деген секілді ол шешім сол сияқты басқа шешім жоқ сияқты көрсетеді шешілмейтін дүние жоқ қой мысалы менің бір танысым бар 200 миллионға қарызға кірген бір жылда құтылып тастады ол қалай кірді солай шықты ол сондай адамдар бар кейде сынып қалатын адамдар да бар иә бірақ ол айтарым ешкім сынбау керек негізінде ше қандай сынақ келіп жатса да көтеріп өзіңнің аманатың өзің берік болсайшы бізге мысалы бүкіл дүниеміз бүкіл дене мүшеміз бізге аманат берілген сол күйінде қайтару керек деген сияқты суицид деген жалпы қазір қатты болып кетті бізде көп болып кетті еще бізде байқайсыңдар ма қыздың секіргені жас балалар даже бізден де жас балалар кетіп отыр ғой 14-13 жастағы білесің бе суицид ол енді видео игралардан кетіп отыр екен олар уже ана метрода хабарлап отыр ғой тоже алматыға кіріп метродан бүйтіп отырсаң айтады да құрметті Қазақстан Республикасының тұрғындары азаматтары біздің Қазақстанда осындай 143 бала короче жасөспірімдер қайтыс болды жаңа суицидтан ойындар ойнап деп ше сіз ана ЖК Каусар білесіңдер ма ЖК Каусар сайран жақта иә сол жақта 9-шы этаждан короче бір қыз секіріп кеткен ғой жас қыз жасы қаншада екенін білмедім суицид па мен сыртта жүргенмін сонымен короче жібереді бір дос бала сен үй жағында короче осы нәрсе болып жатыр екен ғой деп ше видеосын жіберіп жатыр да мен жүгіріп барамын короче скорыйлар ешкім келмеген анау короче жерде жатыр уже ше кәдімгі езіліп қалған кәдімгі қаны шығып жатыр в общем жаймен сосын бер жағында короче телефон жатыр да и подругалар жүр короче жылап ше и маған айтады ғой жерде телефонды алып беріңізші қасынан дейді мен ондай нәрселерді көріп үйреніп қалғанмын мен кішкентай кезімде мен әкемнің қасында жүрген мысалы әкем молда кісі болған да талай өлген адамдардың денесін көрген и бардым да спокойно телефонды алып бердім бірақ белгісіз оны неден анау қыз езіліп қалған кәдімгі неге түскен бірақ андай неге түскен қара жерге түскен ғой үшін ол ондай жерге құласа не дейді ғой бірінші құлап секіріп барып қайт жабысады екен ғой додонка тағалады екен ғой
ана кімді естісіңдер ма? Ақнар деген қызды тоже. Ақнар. Қытайдан келген қыз ше. Иә. Мен Елестеп жіберген көрдім. Олар көрген короче бірдеңе. Ішкен очень. Онда сондай қыздар бар негізі ше. Иә, көретін қыздар көп қазір. Жалпы ішсе де қуып кете беретін қыздар бар негізі, қосып кететін ше андай. Анау қыз да көрсетіп отыр ғой. Ода алдыңғы видеоларында мысалы қуып кеткен видеоларын көрсетіп отыр. Жалпы мен ойламаймын ол жерде біреу лақтыр жерде деп. Типа не бар ғой, лақтыр жерде кәдімгі резонанс болып отыр ғой. Аллаху алам ол жерде болмадық бір жаңағы. Иә, көзің көре алмасаң айта алмайсың ғой бірақ. Менің ойымша бар ғой. Просто ондай ситуация өзімнің басымнан өткен да. Дәл сондай қызды көргенмін. Ада. Иә, Астанада. Аэропортқа кетіп бара жатқан кезде. Сол жаққа мен дос балам шақырады. Сол жаққа барам. Барсам, короче, бір екі қыз жүр. Екі қыз, екі бала бар, короче. Олар ішіп жатыр екен, короче. Виски, арақ, бәрі бар, короче, ана жерде. Сонымен алар ішеді, мен ішпеймін өзім. Ішпеймін, шекпеймін. Телефон шұқылап отырмын, қызық емес қой олар нелер маған. Сонымен бір уақытта, короче, олар шеге бастайды. И ана қыз да, короче, шеге да. Сонымен жаңа бөлмеге кіріп кетеді, бала мен қыз ше. И бір уақытта, короче, шыңғырып жатқан дауыс шығады. И бірінші есікті ашып жаңа ашып бала атып шығады. Артынан қыз келе жатыр ғой. Екеуі де тұр жылы. Екеуі де тұр жылы. В общем, ана бастайын жатқан кезде қосып кеткен ана қыз. Ема. Ана тырнап ше. Айқайлап, ана қыздың көзі көрінген. Шарасынан шығып кетейін деп тұр ана. Шаштар. Бешенствоға кетіп қалған оны да примерно. Қосып кеткен ғой үшін. Сонымен бір уақытта одеял тұрған еді диван үстінде. Мен негізі өзім медреседе оқыған бұрын. Ондай нәрселерді көріп өскем да. Ұстаздардың қасында жаңағыдай шаруада жүн шаруа жатқан кезде қасында отырып аяқ қолынан ұстап деген сияқты. Сонымен сразу одеялды аламын, жабамын ананы, жатқызамын ананы ше. Сонымен ұстаңдар деймін ғой. Ана бәрі қорқып тұр қасында балалар бәрі ше. Подругасы да жүр ол жерде ше, ол да қорқып тұр. Ұстаңдар десем, ұстамайды олар. Қашып жүр ғой бәрі. Ұстаңдар деймін ғой, кәдімгі бәрін қырады мына жерде деймін ғой. Бой бермейді, күші мықты болды оларда. Өзім әрең басып отырмын. Сосын бір уақытта амал жоқ келеді де, олар ұстайды аяқ қолын. И мен жүгіріп бармын, сразу дәретімді аламын, короче, келіп отырамын да оқимын онан ше. Аятыл көрсейді оқимын, Ихлас, Фалақ, Нас, Бақара сүрелерін оқып отырмын. И бір уақытта ана көріп сөйлей бастайды. Ішіндегісі. Ішіндегісі. Ішінде толы анан бар ғой. Йо. Айналып келіп отыр, короче, неше түрлі. Сен типа шығарып жатсың ба? Мен шықпайды онан шық десем, ол шығу қиын болады. Жоқ, сен шығарып жатсың ба соны? Жоқ, оқып жатыр ғой соны. Шық деп айтып жатырмын мен. Ол шықпай жатыр. Ол шығу қиын болады, ол ұзақ жүргендер. Сонымен бір уақытта біреу келеді да маған андай әңгіме айтады ғой. Мен негізі адам болғам дейді. Менің есімім Азамат дейді. Мен қарағаннан кім дейді. Мен өртеніп кеткен дейді. Өртеніп қайтыс болған дейді. Мен жерге жерленбеген дейді. Сонымен Алланың құдіретімен де айтқан жоқ. Мені, короче, осындай үш әріпке жынға айналдырып дейді. В общем, бірақ ол әңгімеге сенбедім мен. Бірақ ана әңгімеден кейін мен кәдімгі дүңгіде жүрдім бар ғой біраз уақыт. Сонымен тұрады да, короче, бір бала тұрған. Жаңа кіріп кеткен баламыз, екінші бала ғой. Соған қарап тұрады да айтады оны. Мен сенің ойыңды білемін дейді, короче. Сен мына қызбен жыныстық қатынасқа түскің келіп тұр осындай. И ана бала қызарып кетеді ғой прикинь. Ана ойын оқып отыр ғой, короче. Сонымен тұрады да, короче, подругасына айтады оны. Сен бұмен, короче, ақша үшін жүрсің дейді. Сен пайдаланып жүрсің сен бұл қыз дейді. Сен шынайы дос емессің сен. Ана тұрады, құмаша бір бәле деп қуып кетеді ғой шыма жерде. Ол шоковый состояниеде жүр ол да. Сонымен тұрады да, короче, біреу айналып кетеді да қуа бастайды в общем. 75-тен деп ше кәдімгі. Олар енді ұзақ өмір сүрді. 75-темін? Иә, жасым 75-те бірден сұрап жатырмын ғой мен. Атың кім, жасың қаншада деген сияқты. В общем, ана шығарамадым короче негізі. Бүкіл в общем күшім бәрі кетіп қалды. Сонымен олар негізі түнгі уақытта қозады. Түнгі 2-3 деген уақыттарда қозады. Сондай уақыттар болады ғой өзі. Сонымен жаңа арпалысып жүргенде в общем таң атады ғой. И бір уақытта ананы жібереді короче. Бізге қарап тұрды, не істеп отырсыңдар дейді бізге. Өзі тұр жалаңаш отыр. Иә, мен одеялымды жауып тастағанмын ғой. Мен терлеп кеткенмін ана жерде. Сонымен маған короче жіберемін, болды жібере бер деп. Кіріп кетеді ішке, в общем киіп шығады, в общем ана бәрі қашып жүр ана жерде. Жақындамайды. Жолақысы келмейді. Жолақысы еме айтамын ғой, бля. Барып емделсем деймін ғой. Көрім барып базар ғой. Естуім бойынша
оның өзінің адамдары болады екен шығаратынша, егер оны сен дұрыс шығара алмасаң, сол үшін саған кіріп кетеді деп естіген бір кісі. Алған қалғанмен ол барлығы сен таза жүрсең жақын емес ғой. Oradan қорықпау керек қой. Қорықсаң кіріп кетеді. Иә, қорықпау керек. Просто айтып жатқаным сол естігем деп жатырмын да, солай бір кісіден естігем. Бұл история менің басымнан өтпеген. Бұл история менің бір таныс кісінің басынан өткен. Ол кісінің аты жөнін айтпай ақ қояйын. Қай қалада? Иә, сол кісі өзі айтып берген бізге қонаққа келген кезде үйге. Лично менің комнатама кіріп айтты сол кісі. Как раз подкаст бастап жүрген кезімізде еді ол. Енді танылып ше бүйтіп. Иә. Сол кезде подкаст түсіріп жүргенсіңдер ғой, мына историяны айтып берсей деп ше. Қандай история? Өзім басымнан өткен. Ол кісі дальнобойщик болып істейтін ше. Дальнобойщиктар не көрмейді. Мен анадан кейін қатты қорқып кеттім өзімше сондай бір жол жүруге. В общем, ол кісінің историясы мынандай. Бір күні оған бір не түседі ғой, крупный заказ түседі ше. Ақшасы енді мощный, короче, бір заказдың емес, 4 заказдың ақшасы түседі да, бірақ оған айтады, мынау. В общем, заказды срочно жеткізу керек дейді ғой. Прям тез жеткізу керек. В общем, білмеймін, бір жолдармен барасың ба, в общем, 20 минутта барасың ба, в общем, жеткізесің дейді ғой. Тез жету керек, мынау бір-ақ күнде дейді. В общем, хорошо дейді. Ақшасын сразу төлейді, сразу беріп тастайды ақшаны. Сонымен анау сразу КамАЗға отырады да шығып кетеді. КамАЗ тексермейді, ақтармайды, көрмейді, қай істеп тұр ма, нормально жүріп тұр ма деген бәрі нормально қарамайды да шығып кетіп қалады. Сонымен, короче, андай ғой. Қаладан шығып кетеді. И уже басқа қалаға кетіп баратыр. Жан жағы не, пустыня, короче, тау, в общем, шөптер, ағаштар, кейде бүйтіп жан жақтан шығып қалады. И жолмен кетіп баратса, түнгі сағат 2 жолмен кетіп баратса, жолдың шетінде бір машина тоқтап тұр екен да. Капоты ашық, короче. И қолын бұлғап тұр екен. Яғни КамАЗ тоқтамайды ғой. Тоқтамай кетіп баратса, короче, анау боковой зеркаласынан қарайды, анау көмектес деп қолын битеді ғой, короче. Сол кезде анау ойлайды, мына натуре көмек керек болып отыр, тоқтай салайын. Как раз инструменттер бар, может бір жер бұзылып қалған шығар. Тоқтайды, короче, КамАЗбен. Түседі, жаңа балаға барады, не болды братан? Осындай машина бұзылып қалды, жөндесіп жіберші, короче. Миым жетпей жатыр, енді машина алып едім. Мен енді, короче, айдап үйреніп жүрген бала ғой, енді ми мотор деген нәрсеге әлі не істемейді да. Ми жетпегеннен кейін, короче, братан көмектесші. Опытың бар, КамАЗ жөндеп жүрген адамсың ғой деп ше. Жақсы деп барып, инструменттерін алып келіп, көмектесіп, в общем, барлығын жасап бергеннен кейін, братан деген, мен саған теңгелей рахмет айта алмаймын, ренжіме. Бірақ рахметің болсын, мен саған бір совет айтайын. Қазір тура кетіп баратасың деген, 4 километрден кейін алдыңнан 2 жол шығады деген ғой, короче. Сол жақтағы жол грунт жол. Асфальт, иә, асфальтын қырып алып тастаған, короче. Полный до конца қырып алып тастаған. Оң жақ жаңадан салынған жол. Асфальт новый. Сол жолмен жүре бер деген ғой. Сөйтсе, ол жол ұзақ па деген ғой, маған осындай ауыл керек еді деген. Сөйтсе, жоқ, братан, ол жолмен ұзақ кетесің, сол жолмен жүрсең тез барасың, бірақ ол жолмен жүрмей ақ қой деген да. Тағы айтам деген. Сөйтсе, анау енді ақша қысып баратыр ғой. Маған ақша керек, тез жету керек, мен уже төлеп тастады деген сияқты. Сөйтсе, анау айтқан енді денсаулық керек болса деген, аман қалған кезде жүрмей қойса братан деген ғой. Сөйтсе, жоқ, маған кету керек. Рахмет інім деген, көмектескеніңе. Анау мынау сонымен КамАЗда отырғанда кетіп қалған. Ана бала сол жерде қалған болсын. Жақсы енді, жолыңыз болсын. Бірақ бірдеңе көріп атсаңыз тоқтамаңыз деген ғой. Анау енді тылсым дүние, енді мынаны айтпаппын, тылсым дүниеге сенбейтін кісі болған екен да сол кезде. Ондай нәрсеге кетші бар дейді екен ғой. Көріп тұрса да ше. Көп ондай адамдар. Иә, тылсым дүниеге сенбейтін адам екен. В общем, сол сөйтіп кетіп баратқан КамАЗбен кетіп баратса 4 километрден кейін, ровно 4 километрден кейін реально алдынан мына грунтовый, мына новый жол шыққан ғой. И ана уже ойланғанда так деген тоқтаған и ойлаған, оң жолмен кетсем ақшамнан айырылам, сол жолмен кетсем ақша куш түседі. Семьямды асырап алам деген. Маған сол жолмен кету керек деген да, тіке кетіп қала салған ғой, короче. Ана баланың сөзін тыңдамай. Грунтовый жолмен кетіп баратыр. Бір уақытта тура сол, короче, ауыл, мына жақ жаңағы поворот бар ғой, 2 жол, соның расстояниясының тура ортасында КамАЗ бұзылады ғой. КамАЗ бұзылған жерде сол жағы жазық дала, таулы жерлер, алыстан таулы жерлер көрініп тұр, оң жағы орман, қалың орман. Сонымен жолдың шетіне КамАЗ тоқтатады. И КамАЗ қайтып бұзылады десе, кетіп баратыр ғой. Светтері бар ғой, КамАЗдың дальныйы бар ғой, зззз деп мерцать етеді ғой, короче, өшіп жан. Яғни аккумулятор отырып жатыр деп ойлайды. Жүріп біраз. Бірақ кетіп баратыр. Оның тылсым дүниеге сенбейтін адам ғой, аккумулятор деп ойлайды, анау деп ойлайды, сон кетіп барады деген бір кезде фарасы өшеді и полный КамАЗ өшіп қалады ғой. Оталдырады, оталмайды КамАЗ. И білесіңдер ғой, КамАЗ, в общем, кузовты мотор бірдеңесін тексеріп, кузов полный аударасың ғой.
полный аударады кузовты. Сөйтеді да тек чұқылап фонарик киіп алып, чұқылап ол кісінің андай фонаригі болатын. Дәу қолмен ұстап алады, жақсаң бір күн шыққандай болады. Прожектор сияқты. Соны, короче, КамАЗдың шетіне жақып қойған ғой, скотчтап ше. Қарап жатыр. Вроде дейді, бәрі нормально. Бәрі істеп тұр. Аккумулятор не істепші, бәрі істеп тұр, короче. Просто от алмайды. Сол кезде енді ол кісінің атын өзгертіп айтсам, Нұржан деп айта берейін. Ошын орман жақтан Нұржан деп біреу шақырған, короче. Орман ішінен. Оған сенбейтін кісі ондай тылсым дүниеге ше. Мән бермеген. Қыздың дауысы ма? Жоқ, қыз емес, кемпірдің дауысы шыққан. Кемпірдің дауысы. Нұржан деп, короче, шақырады ғой. Мен қорқыттым. Анау енді басына мән бермейді ғой, естілген шығар может дейді, дальше істей берді. Бір кезде Нұржан деген. Бүйтіп қарайды, орман жаққа, ешкім жоқ. Ол қалай көрді? Ол қалың орман. Сонымен тұрған тағы да Нұржан деген ғой, уже қаттырек шыққанда. Әй, кім деген ана кісі. Сөйтсе үн жоқ. Болады асықталады. Әй десең, эхо кетіп жатады, сондай дауыстар дейді да. Яна тұрады, жынданып кеткен да, короче. Болды, енді КамАЗ істемейді. КамАЗда қонайын деп ойлағанда, но анау қызық болып тұрған кісіге кім ол айқайлап жатқан. Уже тура ужас фильмдегідей ғой анау ше. Может, тағы бір көмек сұрап жатқан шығар. Может. Сөйтіп тұрады да, фонарикті алады да, короче. Кузовты аударып қояды да, полный кілттейді. Лобовой стеклодағы шторканы, екі пассажирский, водительский шторканы жабады да, терезені. КамАЗ жабады да, орманға кіріп кетеді оны. Қалың орманда, қалың шөптің арасында, іздеп жүр анан. Кім Нұржан деп жатыр мен. Кім шақырып? Нұржан дейді, дауыс алыстайды. И прикол в том, что басын қаяққа бұрады, сол жақтан шығады ол звук. Оң жаққа бұрса, оң жақтан шақырады. Сол жаққа бұрса, сол жақтан. Арт жаққа бұрылса, арт жақтан шақырады. Ми айналып қалады ғой, не білемін ол деп. Ода да енді адам пенде болғаннан қорқады ғой. Соны кетіп баратыр дейді. Бір кезде алыстан қалың орманның арасынан бір үй тұр дейді. Ағаштан салынған, дубтардан салынатын үйлер бар ғой. Сондай үй тұр. И ішінен, мынандай терезесінен көрініп тұр, свеча жанып тұр дейді да. Теплый свет бүйтіп маргайт етіп ше. Сонымен звук сояқтан шығып жатқанын естіп жатырмын дейді. Нұржан, кел, Нұржан деп ше. Бардым дейді сол үйге. Бардым, есігін тоқылдаттым, резко ашты ғой дейді ғой, кемпір кісі. Тәте дейді да, мен шақырып жатсыз ба деген ғой. Дауысыңыз жолға жетіп отыр енді, ондайға сенбейді. Соны, ей балам, мен сені шақырған жоқпын, қаяқтан жүрсің, кімсің сен деген. Ойнатып жатыр ғой, енді шартты ғой негізі. Қаяқтан жүрсің, неғып жүрсің, нең бар менің үйімде деген. Апа кешіріңіз енді, КамАЗым бұзылып қалды деген ғой. Енді не істейсің менің үйімде, КамАЗыңа барып қонсайшы, есік жауып жүрген. Бір кезде жынды екен ғой, шақырып алып қайтып қуып жүрген істегенде артқа бұрыла бергенде есікті ашқанда балам деген. Артқа қараған, не болды апа деген. Шынымен КамАЗың бұзылып тұр ма деген ғой. Енді мен сізге өтірік айтып тұрмын ба апа деген. Бүйтіп түріңе қарасам вроде добрый жігіт сияқтысың деген да. Сондаймыз бар енді тәте, енді ақ көңіліміз ғой деген. Кел кір үйге деген ғой. Үйге кірген, тамақ ішкен, тамақ берген, тамағын ішкен. Сонымен төсек салған ғой апа. Сөйткенде айтқан, мына төсекке жатып балам демала бер деген ғой. Мен анау орындық, андай креслолар бар ғой, бүйтіп шайқалап отырамыз. Соған отырып өзім демала берем деген ғой. Сонымен жаңа апа отырғанда өтірік ұйықтаған ғой, білінеді дейді да, анау өтірік ұйықтап. Деп ұйықтап жатыр дейді. И төсекке жатсам дейді, төсек бұлт сияқты дейді ғой, кәдімгідей. Анау енді жұмсақтығы ше. Қалай ұйықтап қалған білмеймін дейді. Ұйықтап қалған бір уақытта дейді, миым ояу дейді, миым оянды дейді, бірақ денем оянған жоқ, көзімде оянып, тәнім ояу емес, миым ғана ояу деп айтып жатыр да. Плотно денем жаурап жатыр дейді ғой. Плотно жаурап жатырмын. Бір кезде толықтай бүйтіп жаурағаннан суықтан оянып көзімді ашсам, айдалада, орманның ортасында таржалаңаш ұйықтап жатыр. Үйі жоқ, ешқандай үй жоқ анерде. Жаңа бәрі елестеген тұр ғой. Киімнің бәрін бүктеп алғанда өзінің киімдерін басына қойып ұйықтаған. Ана жерде ана кісі орнынан атып тұрған, фонарик алады. Енді таң атып келе жатқан кез ғой, білесіңдер ана кішкене көгеріп бүйтіп атып келе жатады. Ол кезден қалың орманның ішінде ештеңе көрмейді ғой, фонарик жаққан, апа деген үй жоқ еш жерде. Киім жинағанда таржалаңаш перген ғой. Бас ауған жаққа, короче. Сонымен кетіп баратыр, жүгіріп баратыр, бір кезде арт жақтан Нұржан, тамағың ішіп кетсей деген. Прикол ұстап жүрген осы. Қарамайды дейді анау артына. Уже мен ана жерде шынымды айтайын, сендім дейді оғанадан ше. Уже көзім жетті. И мен сүре оқиын десем, сүре білмейін дейді.
кетіп баратырмын короче дейді ғой, бар ана құдай көмектесе көрші деп ше. Қазақстанда болған бала. Иә. Сонымен короче арт жақтан әл айқайлап жатыр дейді анау. Осындай, Нұржан, тамағың ішіп кет. Бір кезде ана апаның дауысы өзгерді дейді ғой кәдімгідей. Нұржан деп ше. Андай біреу артымнан жүгіріп келе жатыр ана. Листочектардың үстімен жүгірсем бір звук шығады ғой. Шытыр еткен солай жүгіріп келе жатыр біреу. Ауыр жүгіріспен ше. Ана кісі енді жаққа қарамаған, бір кезде енді миына кіргенде, мен КамАЗ бар ғой менде. Қайықта ол? Мен қайыққа кетіп бара жатырмын. Бүкіл вештиін тастағанда, шалбарын алғанда, короче, жүгіріп бара жатыр да, бәрін тастаған, шалбарын ақпағанда, жүгіріп бара жатып, қалтасынан кілт тағанда, құлыптанатын, ашатын кнопканы баса берген ғой, адам чут звук шығады ғой. И ана естіп жатыр да, мына сол жақтан шығады, сол жаққа бұрылады да ұшады ғой трассаға қарай. Баса береді, ананы баса береді, ана звук кішкене успокоить етіп жатыр ғой, КамАЗ бар деп өзінің кішкене сабыр сақтап келе жатыр. Трассаға шығады, қараса сол жақта түскен жағында, мына жақта примерно бір енді көрініп тұр 400 метрдей ар жақта тұр екен КамАЗ. КамАЗға қарай жүгіріп барады, КамАЗдың есігін ашады да отырады. Передний лобовой шторканы ашады да, екі пассажирский мен водительский қара шторканы ашпайды ғой. Короче, лобовойды аша салады да бүйтіп оталдырады, короче, оталып кетеді. Оталады и басады ғой ана жерде. Пайда мен ойлаймын, ол машинасы өшіп қалғанда бір елестеген сияқты. Өзіне былай көрінген сияқты ма как будто. Жалпы енді олар әртүрлі кейіпке ене береді ғой, жаңағы кемпердің несіне еніп жатыр деп айтып отырсың ғой. Жануардың да кейпінде жүре береді. Біздің көзімізде перде бар да, олар шынайы нелерін, түрлерін көре алмаймыз да. Бейнелерін көре алмаймыз. Алла тағала перде қойып тастаған көзімізге. Олар да мақұлық қой біз сияқты. Бізден алдын өмір сүрген мысалы жер бетінде. Құранда да аят бар ғой. Мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді ғой. Бірінші жындарды айтып тұр да. Значит, сол жерде өмір сүрген олар бірінші. Азғындық жасаған, содан кейін оларды құртқан. Адам жаратқан. В общем, сөйтіп жаңағы кісі КамАЗына отырады да, басады ғой ана жерде ше. Газ в пол бірінші скоростьқа алады, ұшады, короче, трассамен, грунтовый жолмен секіріп кетіп бара жатыр ғой былай ше. Сол көрсетіп отыр да, бүйтіп кетіп бара жатырмын дейді да ше. 100-140 и анау шығып менің артынан қолап келе жатқанын көрмедім дейді, бірақ естіп келе жатырмын дейді. Тура грунтовый жолмен жүгіріп келе жатыр ана артынан. Ол тұяқты қыз емес бұл. Тұяқты қыз емес, ол басқа историяда айтылған. Бұл вообще басқа нәрсе. Жүгіріп қолап келе жатыр дейді анау. Келе жатып, пассажирский жақтағы есік бар ғой, жүгіріп келіп секіріп соған жабысады дейді ғой, короче, ручкасына. Сөйтті да қарайды дейді, анау қараса, короче, шторка, жабылған шторка прозрачный ғой. Типа андай, в общем, ар жағында не болып отқан примерно көрінеді да, сетка. Түрін көріп тұрмын дейді, короче. Анау сезіп тұр, что мен оның түрін примерно непонятно көріп тұрған. И басын былай қарай бұрды дейді да, Нұржан деп айқайлағанда шешен тістерін көрдім дейді ғой. Тістері кәдімгідей былай бір-біріне бүйтіп тақалып тұр дейді. И ана Нұржан дейді да, күледі дейді да, кәдімгідей айқайлап. И ана ручканы ұстайды да, арт жаққа қарай бүйтіп жатады дейді да, и ручканы денесімен бүйтіп тартады дейді ғой, короче. И олар мысалы қарап тұрсаң физически ештеңе істей алмайды ғой, шәрттілер ше. Ананы солай қорқытып жатыр да, көзіне көрініп. И тұрады да стеклоны ұрады дейді, звук шығады, бірақ ана стеклоның дірілдеп атқанын, сынып атқанын мен көріп атқан жоқпын дейді. Как будто стекло сынбайды, бірақ сынған звуктар шығып жатыр дейді. Дарс ұрады, секіріп түседі да, жүгіріп келеді да, водительский жаққа келеді, короче. Водительский жаққа келгенде ана шторканы көтеріп жүреді осылай. Шторканы көтергенде секіріп мінеді да, былай қарайды ғой анаған. Сол кезде анау басын былай қарай бұрады да, прямо бұрады да, бүйтеді ғой. Көрмеу үшін. Иә, бүйтеді да, кетіп бара жатыр ғой, короче ше. Я Аллах құтқара көр, я бисмилля деп кетіп бара жатыр, короче. Пысынлады. Анау деген, ё-моё, ана историяны айтқан кезде бар ғой, сонымен кеттім дейді. Анау тағы да секіріп түсті да, жүгіріп келді да, мына пассажирский жаққа келді да, оң қолмен бүйтіп алып келді да, короче ше. Пассажирский есікті тырнақпен бүйтіп ұстады да, зззз деп тырнақты арт жақта бүйтіп қақып кетті дейді ғой, короче. Белгісі қақып кетті дейді. Тырнақтың ізі қақып кеткен ба? Тырнақтың ізі қақып кеткен ғой, есікте кәдімгідей. Сонымен ол қалай қақып кеткен, ол білмеген ғой қақып кеткен. Бүкіл ана паника отыр, естімеген даже оны сырған ше. Но көрдім, прям сезіп отырмын кәдімгідей. Данк етіп есікке қолды тиді дейді, ззз деген звук шықты. Жүрегім түршіп кетеді ғой. Ана жерде тық деп қақып кетті дейді да. В общем, сөйткенде ол кісі Эстоға апарған ғой, КамАЗда. Сөйтіп сразу ауылға апарғанда заказын өткізген, бастығы, короче, айқайлаған, сен срочно жеткен, ақшасының бәрін алып алған. Сосын айтқан, ақшаң өзіңе бауырым, товарыңды ала бер. Шеше денсаулық керек, маған өмір керек на. Содан дальнобойщиктен жұмыстан шығып кеткен ғой. Эстоға апарған, оға дейін шықпай тұра, Эстоға апарған машинаны. В общем, жаңа машина деп қой, КамАЗын Эстоға апарған. Сол кезде эсточниктер айтқан ғой, братан, есігіңе не болған деген ғой.
не болыпты деген, не болыпты деген, кесик қарасай деген. Сөйтіп айналып келіп қараса, кәдімгідей бүйтіп тырнап тастаған есікті. Ручкасын жұлқып, ручкасын, короче, құлыптан тұр ғой есік, ручкасын сындырып бүйтіп алып тастаған ғой. Чет-жаққа қарай. Не істейміз мынаны деген? Білмеймін деген, короче. Не болған братан айтса, бір қызды ұстап алып жолдан, ұятсыз деп прикол ұстаған ғой, сөйтсе, жоқ, ондай емес жігіттер мынандай болған, короче, деп соларға баяндаған, сосын маған баяндап берген. Маған алған. Ол кісі әлі бар, әлі жүр ғой, аман есен жүре берсін. Бұрын сахабалардың кезінде олар адамдардан қорқатын болған ғой, өзілесіңдер ма жаңағы шәріптер. Уақыт өте, короче, адамдар бастарына шығарған ғой, өздері қорқып, жаңағыдай паникалап кетеді. Негізі адамды көрсе қашатын болған олар басында. Өзіміз ғой, кінәлі. Вот именно солар қалай қорқытып алды деймін да бізді. Немен қорқытып алды? Жаңағындай кейіптерге ең қорқытып. Может быть солай. Одан мысалы ең бірінші қорыққан адам кім болды деймін да мысалға. Мысалы біз оларды қазір көрмейміз ғой. Иә. Арғы дүниеде, короче, олар бізді көрмейді екен. Біз оларды көреміз. Серьезно? Иә. Біз оларды көреміз, олар бізді көрмейді. Олар бізді көрмейді. Сонда оларды сұралады ғой анау. Сұралады ғой, оларда Алланың жаратылысы, оларда Алланың бар екенін біледі. Енді вопрос сол шәріптілердің ішінен жәннатқа кіретіндері бар. Мұсылмандар. Мәссаған. Оларда оттың жалынынан жаратылған дейді негізі. Оттың несі бар, түтіні бар ғой. Иә. Содан жаратылған. Күйігінен ба типа? Күйігі дейм ба, жалын деген қалай түсіндірсем болады. Түтін сияқты нәрседен жаратылған. Сондай нәрсені көргенмін бір рет. Жаңағы оқытылуға келеді біреу, короче. Тырнағы бар ғой. Ұшынан, короче, қап-қара түтін. Айналып, короче, ұшып барады аспан. Прикинь. Сен соны көріпсің? Сол нәрсені көрдім мен. Ол нәрсені мен жаңағы оттың жалынынан жаратылған, осы жақында естідім біреуден. Сосын ойланып қалдым. Натуретіп ше, алдында есіме түсіп кетті да, көргенмін жаңағы түтінді. Сондай болған. Бір кішігірім история бар, 5 минуттық ше. Айтшы болған, айтшы. Короче, ол мен прямой эфирда айтқан, прямой эфирдағылар біледі оны. Ішінде мән шашпа. Инстаграмда? Инстаграмнан. Осы мынандай ғой. Толық айтпадым, но именно болған нәрсесін айта салдым. Толық айтатын болсақ, жігіт пен қыз хатаға барады демалуға. Бұл уже қызық. Осым хатаға барады демалуға. Бәр жақта болады. Хозяйны шығады да. Үйдегі туалет істемейді, даладағы туалетке отырасыңдар дейді. Жер туалет. Иә, жер туалет, короче, далада. Үйдегі туалет істемейді, типа суақ байды анау. Иә. Сонымен уже кеп тұрық дейді да. Сол қыздың өзі айтып беріп тұр да маған историяны. Уже кеп тұрық дейді. Ақшасын төлеп тұрғаннан кейін кетпейсің ғой нерден дейді да. Бопты, хорошо деп, туалетке бола кетіп қалмайтын шығармыз деп үйге кірген, короче, сонымен айтқан. Саған кім айтып отыр мұны? Қыз айтып отыр. Қыз айтып отыр. Сонымен айтқан ғой. Кіреміз дейді, короче, демалып жатырық дейді да. Андай емес, не в плохом смысле, кино көріп жатырық, әлі бастамай жатырық дейді да андай. Әлі 4 сағат қалғанбыз дейді ғой. Бірінші сағаты кетіп жатыр ғой, короче. Сонымен бір уақытта жаңағы қыз қысылған ғой плотно ше. Үлкен дәретке. Үлкен дәретке қысылған ғой қыз, сонымен жандағы жігітке айтқан ғой, мен туалетке апарып келші деген ғой, короче. Қорқам деген ғой, даладағы туалет қайда? Айдала. Жаңа жігітте өзің шыға берші, ұйқым келіп жатыр, анау мынау еркелеген ба бірдеңе істеген, сосын ана қыз ренжіген да шығып кетіп қалған. Фонаригін жағып алып туалетке барып, короче, отыр дейді да үлкен дәретте. Отырмын дейді, короче. Бір уақытта дейді, астымнан, түбінен, туалеттің түбінен біреу ей дейді да. Мынау жындыма деген ғой, үшін басында соткым шығар деп ойлаған, соткыш құлап отыр ғой. Үлкен дәретте отсын ана жерде астына бір ей дейді, сразу ғой. Сол ғой. Анау қарамаған, короче, қорыққаннан телефон шығып отыра берген, сөйтсе анау бөле бүйтіп естілген дейді, ішінен бірдеңе құқ деп бүйтіп тұрғанда ей деген ғой анаған. Анау бүйтіп соткысының фонаригін жаққанда астыға түсіргенде бүйтіп қараса ештеңе жоқ дейді астында. Ештеңе жоқ. Сондай бірдеңелер канализация отыр дейді асты. Сонымен не істейді ана қатты қорқып кеткен ғой, сонымен шешеді. Анау туалеттің умағын алып атқан кезде де тура бүйтіп сол жерде аузына кеп ей деген ғой анаған. Анау қыз туалетный умағын тастағанда ботын көтерген де шығып кетіп қалған. Сүртпейді. Иә, сүртпейді. Талтаң етіп кетіп қалған ғой. Жігіті болса. Үйге кіргенде ана жігітке айтқан ғой, болды мен қайтам деген ғой. Неге десе, болды мен қайтам, ничего не знаю, болды мен кетемін. Не болды, ренжіп қалдың ба, анау жоқ. Үлкен ана даладағы туалетте я уже не могу айтуға даже мысалы нен духым жетпей жатыр деген ғой, мен уже ауызы күрмеліп кеткен ана қыздың. Сосын сөйтіп жаңа жігіт екеуі шыққанда жігітке сөйтіп айтқан ғой, мен осындай нәрсе естідім деп.
домовойға сенесіңдер ма? Домовойға мен сенемін. Мен көргем домовойды. мен көрмеппін бірақ сенем. Мен көргем. В общем, мен бір братаным бар, короче, Кентауда. Олар жер үйде тұрған бұрын, жер үйде. Соны көшіп кеткен басқа этаж үйге. Соны ана үй, короче, қараусыз қалған ғой. Бір жылдай ма келмеген ана үйге. Басқа қалаға көшіп кеткен ғой, квартира. Соны бір күні тексеріп кетуге келген ғой үйіне. 2 этаж үйде ана. И сыртынан да ход бар да, короче, лестницамен ше. Бірінші этажына кірген, үйдің бәрін тексеріп шыққан. Екінші этажға сырттан кіре салайын деп ойлаған ғой. Сырттан кірген, короче, есікті ашып, соны тексеріп шығып бара жатқан. Сонымен жерге түскен кезде прикинь, деген дауыс шыққан, короче, жүріп жатқан дауыстар ше. Фук қараған, короче, жоғары. Янды прикинь, жөн бірдеңе, короче, бой кішкентай дейді. Томпаң шығып келе жатыр дейді. И лестницамен түсіп келе жатыр дейді маған қарай. Еще түсіп келе жатыр ма? Түсіп келе жатыр дейді. Ама бүйтіп қатып қалған бір орында. Соны бір уақыт дейді қараған, короче, ана қарағанда көзі ештеңесі көрінбейді дейді. Жүн полный. Соны разворот жасағанда қайтадан бұрылғанда жоғарыға шығып бара жатыр. Жүн бәле. Ана датауғандай не ғой, жынды ғой ше. Ондай нәрсені көріп тастаған ма білмеймін енді. Сонымен артынан барған онан, короче, артынан қуа, тоқта деп шеген. Мәш. Сонымен анау, короче, томпанда көтеріліп бара жатқан. Сонымен кірген, короче, и анау да жүгіріп артынан кірген фонарикпен. Кірсем уже жоқ дейді ғой, ана прикинь. Сондай болған дейді. Бұрын неде мен Сарыағашта медреседе оқығанмын, мектеп кезінде. 7-8 класстарда. Сонымен бізде ана туалет, короче, уборный дәретхана алыста да бізде. Біраз жүресің, в общем, 200 метрден, 300 метрден. Дәретхана қысылып кетемін, түнде ұйықтап жатқан кезде. Түнгі 3-терде барам дәретхана. Сонымен анда екі жағында туалеттер, короче, уборныйлар, ортасында дәрет алатын жерлер. Кірген кезде ешкім жоқтығын туалетте. Түн жарым ғой. Сонымен дәретханаға кіремін, дәретін сындырамын да шығамын. Сонымен дәрет ала салайын деймін, короче, дәрет алып отырсам, и оң жағымда біреу отқан сияқты да. И судың дауысы шығып отыр, короче. Сәл алыстау отыр да менен бірақ. Фук қарайым, короче, костюм шалбар киіп алған біреу отыр, короче, дәрет алып отыр. Бүйтіп түріне қараймын, түрі вообще таныс емес ана, прикинь. Еще біздің медресе айылада да, ауылдың қасында. Сонымен қарадым түріне, таныс емес, дәрет алып отыр. Бірақ түрін анық көріп тұрсың. Анық көріп тұрмын. Түрі таныс емес вообще. Үлкен кісі үшін, мужик. Дәрет алып отырмын, көше қайттан қараймын. Ана уже қолын жуып жатыр да ол да. Сонымен бүйтіп мән бермей отыра бердім. Мен сырттан келген біреу шығар деп ше. Сонымен фук қараймын, жоқ қой прикинь. Ана суда тоқтап қалды сразу. Ана жерге шошып кетемін. Жүгіріп атсыздың деш. Дәретімді аламын да, көрші, жүгіремін общага қарай ше. Сонымен общага барамын да, көрші, анда двухъярусный кроваттар ғой бізде. Сонымен екінші этажында жатамын. Екінші этажына, көрші, жатып аламын неге, одеялымды жамылып аламын. И бір уақытта жерде не тұрған, су тұрған баклашкада. Сол су, короче, өзіме-өз потолокқа ұрылады, жерге түседі, прикинь. Ебаш. Фук, потолокқа ұрылады, жерге түседі, потолокқа ұрылады, жерге түседі, қайта. Сонымен аятыл күрсиді оқимын жерде дауыстап. Балалар ұйықтап отыр ана жерде, ешқайсысы оянбайды ана жерде. Сонымен аятыл күрсиді оқимын, тоқтап қалады. Сонымен жатамын, қайттан басылады ана, короче. Сонымен қайттан оқимын, басылды полный. Сонымен, короче, таңертең тұрып қараймын. Таңертең тұрып қарасам, короче, ана баклашка кроваттың астында жатыр, короче, бұрышта. Негізі ол ортада тұрған, ортада кроваттың қасында. Сонымен, короче, сондай жағдай болған. И сол кезде бір братан бар тон, ол курс оқитын тон бізден жоғары. Сол бір ситуациясын айтып береді ғой. Сол түні болған ол ситуацияда. Ол жатқан кезде, в общем, бастырылған ғой. Бастырылғанда, короче, сонымен жіберген кезде, ана, короче, шарп көрінген ғой, ана, шаш жабырап, тырнағы өсіп кеткен, в общем. Сонымен фук жоқ болып кеткен да, и не бар ғой, малдың, короче, қойдың, грубо айтқанда, в общем, енегі ғой, короче. Сондай лақтырған ғой, ана. И ана денеме тиет дейді да, короче. Қайттан, короче, лақтырады, қайттан яғыма тиет, короче, басыма тиет дейді ана жерде ше. И ана жынды ғой, короче, ол да тұрған духовистте ана. Тұрғанда, короче, ана енекті қуалаған ғой. Ұшып жүр дейді ана ше. Қуалап жүрмейді бөлмені. Ұстай алмаймын дейді ана, прикинь. Өтіп кете береді дейді. Сонымен свет жағамын дейді, короче. И отырым дейді ғой. Енді басында ненің сыртында прожектордың жарығы түсіп тұрған ғой. Сол кезде қуалап жүрген, сол свет жағады, короче, и отыр. И ана ортада, короче, бөлінген терезе бар.
бүйтіп терезеге қарап отқан, сол кезде короче бүйтіп күліп өткен андай мысқылдап ше бірден сразу ана есікке қарай барғанда терезенің қасына жоқ короче. Сонымен ертесіне сондай ситуацияны айтып беріп жатыр. Ол сол түні болған ше. Сонымен короче дем салалар болды, нормально болып кетті. Мазақ қылдырып жүрген, мазақтап кеткен ба бірдеңе ғой. Прикол ұстаған. Енді ондай медреселерде көп болады ғой негізі. Сіздермен болған Еркін Сөйле подкаст каналы. Каналымызға тіркеліп, комментар жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Бүгін бізде қонақта болған Ержан историясын рахмет көп брат кеп. Рахмет. Сіздерге рахмет. Мынау бірінші подкастым еще мен. Бірінші бол ма? Тұсаукесерде. Сол біздің лажы құрметті көрермендер, біздің инстаграм аккаунтымызды белгілеп кетеміз. Сол жерге аудио записпен бүйтіп историяларыңызды жазсаңыздар, біз соны экранға шығарып қоямыз, естіртеміз. Өздеріңіздің дауыстарыңызды өздеріңіз естисіздер. Сол үшін біздің инстаграм аккаунтымызға тіркеліп қойыңыздар. Сол бүгін сіздермен болған Еркін Сөйле подкаст каналы. Келесі шығарымда кездескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Концерттегідей өтірдім.